Саламатсыздар ма? Фермер шаруашылығы мамандығы бойынша ұйым экономикасы пәнінен ғылыми техникалық прогрестің экономикалық тиімділігі тақырыбындағы видео сабақ. Ғылыми техникалық прогресс дегеніміз не? Ғылыми техникалық прогресс дегеніміз өндіріс күштердің тарихи өркендеуінің нәтижесі қазіргі ғылыми техникалық прогресс. Сондықтан да қазіргі заман ғылыми техникалық немесе технологиялық революция заманы. Олай болса, осы құбылыстың басты көріністері және мәні қандай? Ғылыми техникалық прогресс кең ауқымды әмбебап сипатқа ие болды. Ол қоғам өмірінің барлық жақтарын қамтиды. Тұрмыс жағдайына да, ұдайы өндіріс фазаларына да ықпал етті. Өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру және басқару жүйесін мүлдем өзгертті. Ғылым мен өндірістің интеграциялық қатынасы жоғары дәрежеге жетті. Экономикалық өсу өрлеудің факторлары мен қайнар көздерін, шаруашылық құрылымын және тағы да басқа жағдайларды күрт өзгертті. Жаңа принципте техник мен технология жасалып, өндіріске енгізілуде. Сапалық жаңа өндіріс аппараты қалыптасып келеді. Бірлескен жұмыс күші даму үстінде. Қазіргі ғылыми техникалық прогрестің ерекшеліктерінің бірі микроэлектрониканың жедел қарқынмен дамуы және пайдаланылуы. Микроэкономикалық техниканың негізінде электрондық ақпарат, жасанды интеллектуалды элементтерді бойына тартқан электронды есептеу машиналары, икемді автоматтандырылған өндіріс пайда болды. Бұл қазірдің өзінде, әсіресе келешекте, қоғамдық өндірісті дамытудың негізгі факторына айналары сөзсіз. Ғылыми техникалық прогрестің тиімділігі дегеніміз ғылыми техникалық іс-әрекеттің нәтижесі. Ғылыми техникалық прогресс белгіленеді өлшем бірлік үлестермен немесе пайыз бойынша және шығындардың нәтижелерін көрсетеді. Тиімділік теориясында ғылыми техникалық прогрестің әсерін таза өнімнің көмегімен салыстыруға болады. Салалар мен кәсіпорындар деңгейінде әсер ретінде таза өнім немесе таза өнімнің бір бөлігі пайда алынады. Сонымен бірге әсерге нақты еңбек шығындарын азайту, материал ресурстары мен күрделі қаржылардың шығындарын азайту жатады. Ғылыми техникалық прогрестің шығындарына ресурстардың әсеріне жету үшін жұмсалған шығындардың барлық жиынтығы кіреді. Ұлттық экономика масштабында шығындарға нақты еңбек, айналым қорлары және күрделі қаржылардың жиынтығы жатады. Тиімділіктің бірнеше түрлері бар. Олар ғылыми техникалық прогрестің салыстырмалы тиімділігі, ғылыми техникалық прогрестің өсімділік тиімділігі, ғылыми техникалық прогрестің шаруашылық есеп тиімділігі, ғылыми техникалық прогрестің халық шаруашылығындағы тиімділігі, ғылыми техникалық прогрестің абсолюттік тиімділігі және ғылыми техникалық прогрестің толық тиімділігі. Ғылыми техникалық прогрестің халық шаруашылығындағы тиімділігі халық шаруашылығындағы әсердің шығындарға қатынасын сипаттайды және оның атқарымдық қызметін көрсететін көрсеткіштер арқылы өлшенеді. Ал ғылыми техникалық прогрестің шаруашылық есеп тиімділігі бұл шығындарды салалар, кәсіпорындар бойынша сипаттайды. Халық шаруашылық жүйесінің барлық звеноларының іс-әрекетін бағалайтын көрсеткіштер арқылы есептеледі. Әсер дегеніміз таза өнім немесе пайда, ал шығын дегеніміз өндірістік қорлардың құны немесе өзіндік құны. Шаруашылық есеп тиімділігінің кең тараған түрі өндіріс рентабельділігі. Ғылыми техникалық прогрестің толық тиімділігі бұл шаруашылық және әлеуметтік іс-әрекеттің толық әсерін көрсетеді. Ал ғылыми техникалық прогрестің өсімдік тиімділігі әсердің өсімін шығындардың өсіміне бөлу арқылы анықталады. Ғылыми техникалық прогрестің салыстырмалы тиімділігі бойынша әсер мен шығындарды есептеу үшін салыстырмалы варианттардың көрсеткіштері алынады. Әсер ретінде бұл жерде көбінесе бір вариантты келесі бір вариантпен салыстырғандағы өзіндік құнның төмендеуі нәтижесінде болған пайда алынады. Ал шығын ретінде таңдап алынған ең жақсы вариант бойынша өзіндік құнды төмендетуге жұмсалған қосымша күрделі қаржылар алынады. Ғылыми техникалық прогрестің абсолюттік тиімділігі дегеніміз халық шаруашылық немесе шаруашылық есептің ең соңғы әсерінің салыстырмалы тиімділік бойынша таңдап алынған вариантты іске асыруға кеткен шығындарға қатынасын көрсетеді. Осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.